Сәлем қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен бірге бір тестомен, бір қамырмен осылай екі түрлі выпечка пісіретін боламыз. Біреуі осылай екі түрлі сосиска в тесте, екі түрлі сосискамен жасап көрдім, чисто пробаға. Ал екіншісі осылай қазір хит болып жатқан осылай тамақ, духовкаға пісірілетін. Бізге ең алдымен ұнымызға маргаринімізді ұқалап алуымыз керек. Осылай жақсылап крошка етіп ұқалап аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сармайымызды, сосын бір жұмыртқамызды саламыз, сосын бір пиала айранға кішкентай қасықпен бір қасық шайный сода салып, жақсылап видеодағыдай көпіртіп, қамырымызға құйып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр елеп алатын боламыз. Осылай видеодағыдай жұмсақ қамыр болып шығу керек. Сосын қамырымызды демалдыруға жіберіп, ең алдымен сосискаларымызды дайындап алатын боламыз. Мен екі түрлі сосиска қолдандым. Жаңағы айтып өткендей, біріншісі осылай сапасы жақсы сосиска, нәрленнің курине сосискасы. Мен осылай екіге бөліп аламын, сонда бір сосискадан екі сосиска в тесте шығатын болады. Дәл осылай видеодағыдай бөлем, сондай басы бүтін, ары қарай тек соңғы жағын бөлетін боласыздар. Екіншісі мен осындай арзан түрі сосисканы, утренний сосиска. Бұны да осылай екіге бөліп шығатын боламын. Осы видеода жасаған теста менің ходовой тесто болып табылады. Бұл осы қамырмен самса жасасаңыздар да болады, мясной пирог жасасаңыздар да болады. Менің каналымда дәл осы қамырмен жасалған етті бәліштің, яғни мясной пирогтың рецептісі бар. Өтіп қарап жасап көрсеңіздер болады. Сосын осы қамырымызды алып тегістетіп, жан-жақтарын кесіп, бір тегіс ленталар кесіп алатын боламыз. Осы ленталарды сосисканың сыртына орап шығамыз. Дәл осы видеодағыдай орап шығыңыздар, әдемілеп, бір түзу етіп. Бұл қамыр өте жұмсақ, балғын-балғаннан кейін икемге оңай келеді. Яғни осылай лентаңыз сосискаңызға жетпей қалса, арғай жалғастырып орап кетсеңіздер болады. Өте жұмсақ, бір-біріне жақсы жабысады. Или осылай артылып қалатын болса, пышақпен осылай бөліп тастай саласыздар. Бұл да сонымен өте жұмсақ болғандықтан, жаңа айтқандай икемге өте жақсы келеді. Бұл менде уже екінші қамырым жайы. Осылай бір тегіс лента етіп кесіп алдым. Осылай видеодағыдай бүткіл сосискаларымызды орап шығатын боламыз. Осылай листке теріп, жұмыртқа жағып, бетіне күнжіт немесе мақ жасаңыздар болады. Мен тек ажыратып алу үшін күнжітпен мақты шаштым. Яғни күнжітті жаңа сапасы жақсылау сосискаға шаштым. Мақты кішкене сапасы төмендеу сосискаға шаштым. Піскен кезде ажыратып алу үшін. Сосискаларымызды 220 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Ал духовкаға жібереміз. Сосын артылған қамырымыздан осылай тамақ жасаймыз. Менде осындай қамыр артылып қалды шет-шеттерінен. Ішінде начинкасын алдын ала дайындап алдым. Картошка, пияз, фарш салып дайындап алдым. Осылай кесеге салып алып, қамырымызды ішіне начинкасын салып түйіп аламыз. Түйілгеннен артылған қамырды алып қалып, бетіне безендіру ретінде қолданатын боламыз. Бұл тамақ қазіргі таңда хит болып жатыр. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, Инстаграмда, Ютубта болсын. Дәл осы қамырмен жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді шығады. Мінекей бетіне бұнда жұмыртқа жағып, 220 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Мінекей сосискаларымызды дайын. Жасап көріңіздер, үйіңізде орнайды деген сенімдемін.
Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте күшті рецепттер болады. Осылай сосиска в тестемен тамақты жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.